Армысыздар, эфирде Жасыл экономика бағдарламасы, студияда Мөлдір Доспаева. Біз не ішсек, содан тұрамыз. Егер ересек адам ағзасының 1/3 бөлігі суды құрайтынын ескерсек, онда судың біздің өмірімізде маңызды рөл атқаратынын байқауға болады. Адам денсаулығы ауыз судың сапасына тікелей тәуелді. Ол дәлелденген факт. Өкінішке қарай, қоршаған ортаның ластануы қара судың сапасына да әсер етуде. Айта кетсек, бүгінгі таңда ауыз судың 2 түрі халық ішінде көп тараған. Оның бірі су құбырынан алынатын болса, екіншісі бөтелкелі ауыз су. Таяқтың 2 ұшы бар демекші, әр нәрсенің жағымды жағымсыз тұстары да бар. Суға арналған кулер – үйреншікті жағдай. Бірақ су фирмалық бөтелкеде сатылса да, оның 100% сапалы болуы мүмкін емес. Біреулер ауыз суға тапсырыс беріп әлек, ал біреулері оны түрлі әдістермен тазартуға тырысады. Қарапайым халықтың көбі қазіргі таңда арзан әрі қарапайым су тазартқыш құралдарды сатып алады. Олар мынадай принцип бойынша жұмыс істейді. Ішінде механикалық тұрғыдан тазартатын 2 картриджі және белсенді көмірсутегісі бар 3 колба. Бір жағынан су кіреді, ал екінші жағынан тұтынушының пайдаланатын ауыз суы шығады. Міне осылайша су біздерге жетеді. Байқап қарасақ, картридждердің ішінде әртүрлі тұнбалар қалып қояды. Мысалы, суды қайта ағызғанда, оның сол жиналған қоқыс арқылы өтетінін аңғармаймыз. Мамандардың айтуынша, мұндай жүйенің тиімділігі небәрі 20-25%. Осы аталмыш құрылғыларды орнату 20 жыл бұрын тиімді болатын. Себебі қазіргі кезеңмен салыстырғанда әлемде өткен ғасырда қара су сапасы жақсырақ еді. Сондықтан біз пайдаланып жүрген қарапайым фильтр бүгінгі таңдағы ауыз су мәселесіне төтеп бере алмайды. Яғни шамасы жетпейді. Кермек суды жұмсартудың және тазартудың тағы да бірнеше түрлері бар. Оларға магнитті, құмыралы фильтрлер және кранның басына кигізілетін қондырмалар жатады. Бұлар халықтың арасында ең жиі тараған. Су сапасына күмәнмен қарайтын тұтынушылар қазіргі кезде қайырмалы осмос әдісімен тазартатын құралдарға да көп көңіл бөлуде. Алынған патент жаңа емес, бұрыннан белгілі. Бірақ бүгінгі таңда әлемдегі суды механикалық тазарту жүйелерінің ішіндегі ең үздігі осы. Оны американдық NASA компаниясы ойлап тапқан. Олар оны космосқа ұшу кезінде пайдаланатын. Суды тазарту және теңіз суын тұтынушылар мақсатында ойлап тапқан. Ол қалай жұмыс істейді? Мына жерден біз механикалық қоспа мен хлорды алып тастадық. Су мембранаға келеді. Мембранада көлемі 0,0-нан 5 микроны бар. Кішкентай тесіктер жасалған. Ол арқылы тек таза судың молекулалары өтеді. Қайырмалы осмос фильтрлерін пайдаланғанда судың 98% тазарып шығады. Егер бактериялар мен вирустардың молекулаларының көлемі суға қарағанда ірі болатынын есепке алсақ, онда қайырмалы осмос жүйесі суды тазартумен қатар түрлі бактерияларды залалсыздандырады дегенді білдіреді. Соның нәтижесінде тұтынушыға жоғары сапалы ауыз су келеді. Мұндай суды қайнатудың да қажеті жоқ. Бір кемшілігі оның құрамындағы адам ағзасына қажетті минералды заттар да шайылып кетеді. Ал бұл олқылықтың орнын толтыру үшін күнделікті асханалық минералды суды пайдалануға кеңес береміз. Балалар мен жасөспірімдерді дұрыс тамақтандыру олардың денсаулығының нығаюына, дене және ой қабілетінің дамуына мүмкіндік береді. Сондықтан баланың тамақтану мәзірін жасағанда ағзаның даму спецификасын ескерген жөн. Ал егер бұған жасыл технологияларды қосатын болсақ, онда оқушыларды дәруменге толы пайдалы аспен жыл бойы қамтамасыз етуге болады. Үлкен бау-бақша мен 3 жылыжай. Бұл шаруашылық емес. Кәдімгі мектеп ауласында орналасқан нысандар. Онда оқушылар табиғатты қадірлеуді, оған қоса өсімдіктерді күтуді үйренеді. Вячеслав орта мектебінің ұстаздары тақырыптық танымдық сабақтарды осында өткізеді. Благодаря нашим овощам. Осы өсіріп отырған көкөністердің арқасында біздің оқушыларымыз мектеп қабырғасында 100% ыстық тамақтанады. Айта кету керек, бізде тамақтану басқа оқу орындарымен салыстырғанда арзанырақ. Кешенді түскі ас 100 теңге көлемінде. Өйткені тамаққа қажетті көкөністер өзіміздікі. Олар көктемнің алғашқы күнінен бастап күздің қара суығына дейін өседі. Мұндай өнімді алудың бірден-бір себебі ол тамшылатып суару технологиясы. Вячеслав мектебінің білім алушылары қазірден бастап тамшылай суарудың өсімдіктерге зор пайда әкелетінін біледі. Бұл технология бойынша су тек керек жерге ғана қажетті мөлшерде тамшылатып беріледі. Артық су жіберілмейді. Сол себепті топырақ құнарлылығын сақтап, күннің қызуын мол алады.
Арам шөп те көп өспей кедергі бола алмайды. Нәтижесінде мол өнім алуға мүмкіндік жасалады. Если картофель Біз 3 жыл қатарынан жылыжайда жұмыс істеп жатырмыз. Мысалы, бұрында 2,5 тонна картоп жинасақ, биыл ол көрсеткіш өсіп, 3,5 тоннаға жетті. Тамшыладып суарудың арқасында көп өнім алатын болдық. Бұл әрине қуанарлық жағдай. 600 килограммға жуық сәбіз, сондай көлемде қызылша аламыз. Оған қоса 1 тоннадай 40 қабат жинаймыз. Сонымен қатар тәтті бұрыш, баклажанды да өсіреміз. Бәрі өзіміздікі. Мұндай өнімді отырғызып, баптап, жинап алу әрине балалар үшін де, мектеп үшін де көп пайда келеді. Осы мектептің оқушылары мен мұғалімдері тағы да бір жасыл жобаны қолға алды. Жоба идеясы органикалық тыңайтқышталу мақсатында пайдаланылатын қызыл құрттар өсіру. Әзірше жоба жан-жақты зерттеліп, тәжірибеден өткізіліп жатыр. Изучив это, да, дети пришли. Бұл сұрақты жан-жақты зерделей келе, балалар Калифорния аталатын құрттардың арасында жерді тыңайтудың жақсы әдісі екеніне көз жеткізді. Мақсатымыз Калифорния құрттарының көмегімен биогумус өндіріп алу. Ол өте пайдалы органикалық тыңайтқыш болып саналады. Соңғы уақытта қазақстандықтар экологияға көп көңіл бөлуде. Тұрғын үй мен кеңсе иелері еліміздің жасыл экономикасын дамытуға айтарлықтай үлес қоса алады. Бұл жерде қалай деген заңды сұрақ туындайды. Жасыл технологиялардың қандай түрлерін үйде немесе кеңседе қолдануға болады? Оны келесі бейнематериалдан көре аласыздар. Бүгінде жарық диод қолданысқа кеңінен енуде. Бұл электроэнергияны үнемдеудің тағы бір жолы. Ондай шамдар экологиялық жағынан қауіпсіз. Олар жалпы жарықтандырудың түрлі жүйелерінде кеңінен қолданылады. Ал оның ең басты кемшілігі оның бағасы. существует миф, что это дорого. Ел арасында диодты шамдар қымбат әрі көзге әсер етеді деген сөз кеңінен таралып кеткен. Бүгінгі таңда медицина мамандары оны теріске шығарып отыр. Мысалы, біздің мектеп тәжірибе жүзінде түгелдей осы шамдармен жарықтандырылды. Нәтижесінде бұл құрылғылар көздің көру қабілетіне залалсыз екені, сонымен қатар кабинеттерді тұрақты жарықтандырудың жақсы тәсілі екені анықталды. Бұл шамдардың бағасы айтарлықтай арзандап келеді. Электр қуатқа кететін шығынды тағы бір үнемдеу жолы ол қозғалыс құралдарын орнату. Сарапшылардың есептеулері бойынша ақылды жүйе энергияның шығынын 2 есе қысқартады және атмосфераға көмірқышқыл газынан шығатын зиянды заттарды 10%-дан 30%-ға дейін төмендетеді. Сенсорлы жүйе орнату суды үнемдеудің ең тиімді тәсілі. Ол іс тәжірибе жүзінде тексерілген. Мұндай қондырғы судың шығынын 30-50%-ға қысқартуға көмектеседі. Әсіресе үлкен коллективті кеңселерде сенсорлы қондырғыларды орнату өте тиімді. Егер де қызметкерлер саны 100 адам шамасындай болса, сенсорлы жүйелер ай сайын 270 мың литр суды үнемдеуге мүмкіндік береді. Тағы бір кеңес. Қағазды үнемдеңдер. 20 бума қағаз бір ағашқа тең келеді. Сондықтан барлық принтерлерді екі жақты баспаға икемдеу қажет. Соның нәтижесінде 70% қағаз үнемділігіне қол жеткіземіз. Бұл кеңеске құлақ ассақ, онда табиғи ресурстарды тиімді пайдалануды үйренеміз. Гондураста қуаты 24 мегаватты құрайтын ірі күн электр станциясының құрылысы басталды. Қуаттың мұндай көлемі 61 мың үй шаруашылығын электроэнергиямен қамтамасыз етуге жетеді. Гондурас мемлекетінің Energy Basic компаниясы аспан асты елінің English Solar компаниясымен келісім шартқа қол қойды. Шарт бойынша Қытай елі ағымдағы жылдың қазан және қараша айлар аралығында аталмыш станцияны күн энергиясының 80 мың фотоэлектр түрленгіштерімен қамтамасыз ету керек. Электростанция Челуте қаласында салынады. Ол Гондурастың оңтүстік аймағында орналасқан. Жоба авторлары алдағы 5 жылға жаңартылмалы ресурстар арқылы алынатын электроэнергияға деген ішкі сұраныстың 60%-ын жабуды мақсат етіп отыр. Бұл жерде жаңартылатын энергия көздерін пайдалану бойынша маңызды рөлді нормативтік құқықтық база атқарады. Қазіргі күні Гондурастың энергия тепе-теңдігі газ, көмір және дизельді отын негізінде сақталып отыр. Айта кету керек, осы мемлекеттің электр станциялары көбінесе дизельді отын арқылы жұмыс істейді. Электр қуатты жаңартылатын ресурстар негізінде алуды дамыту бойынша жасалған жаңа стратегия Гондурас үкіметімен 2010 жылы қабылданған еді. Соған қарамастан жасыл индустрияны елде дамыту енді ғана қолға алынып жатыр. Жасыл экономика бағдарламасы осымен тәмам. Хабарымыздың электронды нұсқасын 24.kz сайтынан көре аласыздар және әлеуметтік желілердегі аккаунттарымызды оқи отырыңыздар. Көріскенше.